жасы. Оған уже 35-ке дейінгі қосылмайды, иә. Аха. Некеңіз болса некеге қосылады, если сусын Бар, категориясында аха. жатсаңыз оған қосылады, и балаларыңыз Мгм. бар болса оған 10 балл қосылады. Оның бәрі балл Аха, болып он. есептелінеді. Аха. Содан кейін тағы да не, енді бізге қашанға әрекет істесе болады, қанша салу керек мысалға, осы Қанша бар вознаграждение. қолыңызда, қанша бар сала беріңіз. Сізде қазір Аха. негізі наурызға проходной 2 миллионмен қатыса бересіз, иә. Бірақ ол Мгм. жерде первоначально, если с ремонтом болса 10% саласыз да, без ремонт болса 20% саласыз. Если сіз алдағы Ремонт уақытта с аман. ремонтом вдруг таба алмай қаламын, с ремонтымға үлгермей қаламын, или с ремонтым ұнамай қалады деген жағдайда, первоначально 20%-ға сіз дайын болуыңыз керек та. Если сол 20% болса, сразу салып қоя беріңіз, үстінен вознаграждение жүре берсін. Сосын мынандай нәрсе бар да, обязательно вознаграждение 100-ден асу керек дегенше, просто бізде мынандай еді ғой, осы наурыз айында қатысқан кезде 100-ден асқан вознаграждениелер бұрын 100% гарантиямен өтіп тұрған болса, бұл наурыз айында кәдімгідей уже потолокты жарып кетті да, 1,5 мың вознаграждениеге дейін, 1,5 мың балға дейін қатысты бұл неде, иә. Ең кемі 114 пе 104 пе болды. Ал бұл наурызда біз білмейміз ғой қанша болатын. Просто соған қарап аламыз да, обязательно қатып қалған қағида жоқ, 100-ден асу керек дейтін. Мүмкін ең төменгі балл 70-пен тоқтайтын шығар, мүмкін 80-мен тоқтайтын шығар. Жоғарғы балдардың барлығы уже алып алды ғой үйлерді қатысып, иә, топ деген сияқты. Сондықтан неңізді сынап көрсеңіз болады бағыңызды. Осы енді бір ай Сен қалды любой ма? қаладан бола ма? Иә, Любой қаладан алса болады, иә. иә, иә. М, Хорошо. Тағы да қоятын сұрағымшы жаңағы, енді біз чем больше ақша бар, тем больше сол неге жилвыплатаға неге сала беру керекпіз отбасыға, иә? Сөйтіп соның вознаграждениясын көтеруіміз керек, содан кейін үй табуымыз керек па, или қайда баруымыз керек? Если наурызға қатысатын болсаңыз, просто баспана маркеттен қарап отырсаңыз болады. Қандай үйлер бар, қандай районда, планировкасы қалай, за квадратный метр қалай, просто өзіңізге түртіп алсаңыз болады. Ертең наурыз басталған кезінде уже сол баспана маркеттен қарайсыздар үйді. Или алдын ала застройщиктерге барып, өзіңізге ұнайтын застройщик болатын болса, с ремонтым бар ма, ремонтқа қанша қосасыңдар, или без ремонт қалай деген сияқты сөйлессеңіздер болатын. Бірақ алдын ала ештеңе броньдамайсыздар. Просто біліп көріп жүріңіздер, оған да уақыт кетеді. Мынандай нәрсе болды да, осы наурыздықта мысалы Астанада әр ЖК-дан 10-ақ квартира с ремонтом берілді. А ол пока біз предлагать етіп, біз біліп отырмыз ғой, предлагать етіп неткенмен бұлар барып көремін, анаусын көремін, мынаусын көремін деп отқанда, ол 10 квартирадан уже с ремонтом бітіп кетті. И получается, бұларда 10-ақ проценті бар кісілер, мысалы 30 миллионның үйін алғысы келеді, 3-ақ миллионы бар. Ол 20%-ке никак жеткере алмайды ақшасын. И олар ремонтпен уже үй жоқ та, уже қалмады. Сол үшін заранее білу керек та, қай неде ремонтпен болады, қай ЖК-да, қай застройщикте, қайсында ремонтсыз болады деген сияқты. Соған дайын болу керек. И ремонтсызға, если ремонтпен ЖК-лар ұнамайтын болса, уже ремонтсызға дайын болу керек. А ремонтсызға первоначальный 20% болады. Или болмаса на ремонт деп те ақша алуға болады. Мысалы 36 миллионға сіздің табысыңыз жетіп тұр, екінші турда сіздер табыс растайсыздар ғой наурыз бағдарламасында. Бірінші турда вознаграждение өтесіздер, екінші тур табыс растау. Вознаграждениенің жаңағы жауабы шыққаннан кейін сразу сіздер табысты бір-ақ күнде растай аласыздар. Просто 6 ай уақыт береді, табыс растауға 1 ай, үй табуға 6 ай деген сияқты. Бірақ сразу табысты сол күні растап, сол күні жаңағы алдын ала дайындап қалған үйлеріңізге барып уже бронь қойсаңыздар болады. Өйткені үлгермей қаласыздар, үйлер бірден кетіп қалады. Наурыз басталған кезінде басында үйлер арзан болады. Осы март айында арзан шықты. Одан кейін уже уақыт өткен сайын, 6 ай бізде уақыт бар ғой деп жүрген кісілер әлі жүргендер бар. 6 ай уақыт бар бізде деп. Бірақ уже басындағыдай жаңағыдай арзан үйлер жоқ. Баспана маркетте именно наурыз бағдарламасына өзінің қоятын шарттары бар. Например, 580 мыңнан за квадратный метр сататын үйлерді наурызға қатысатын болса, ол застройщик. Ол жерде 510-нан ғана максимум сен өткізе аласың деп шарт қояды. Баспана маркетте, именно отбасы банкте наурыздықтарға. Ал наурыздан басқа бағдарламаларға өзі әр застройщикте байқасаңыздар былай. Наурыз бағдарламасымен алсаңыз үй мынанша за квадратный метр, 7-20-25-пен алсаңыз за квадратный метр мынанша, стандартный ипотека мынанша деп бөліп қояды да. И наурыз бағдарламасы именно госпрограмма болғандықтан, оның за квадратный бағасы төмен болады.
Соответственно, наурыз басталған кезінде и бітіп тапсын растап уже үйлер қалмайды ғой, тез алып кетеді, уже пысықтар деген уже қазір біліп жатыр да, білім алып осы сіздер сияқты. И соңына қалған кезде уже үй қалмайды. И қалған үйлер қымбаттайды. Сондықтан наурызға қатысатын болсаңыздар, клиенттеріңіз болатын болса, заранее дайындалыңыздар, үй таңдаудан да дайындалыңыздар заранее. Мен мына үйді аламын, осы үйді көріп жүрмін, осы локация ұнайды, осының планировкасы ұнайды, качествосы ұнайды, мына үй кирпичный екен, мына үй мысалы монолит екен, маған осы ұнайды деген сияқты таңдау болу керек сіздерде. И табыс Гүлхан растаған бойда сол күні бронь жасайтын болуларыңыз керек. Сол кезде ұтасыздар сіздер. Ақша жағынан да, таңдау жағынан да. Үйді Аха, сонда Тоғжан қайдан ханым, қараймыз? баспана Үйді қайдан маркеттен қараймыз? қарасаңыздар болады. Сода шығып тұрады, сол үйлерді ғана таңдай аламыз ғой біз, получается, Наурыз отау деп шығып тұрады. Наурыз бағдарламасына негізі астында жазылып тұрады. қатысылады. Иә, баспана маркетке кірсеңіз жазылып тұрады өзі. Жазылып тұрады. Потом Регионыңызды баспана таңдап алсаңыз сол маркеттен жерде. жоқ застройщиктер де болады. Баспана маркетке кірмейтін застройщиктер де болады. Список па? Сол үшін застройщик аралаңыздар, қайсысы қандай бағдарламаға жатады, араламасаңыздар да звондап біліңіздер, әрқайсының инстаграмына тіркеліп алыңыздар, постоянно бақылап жүріңіздер жаңалықтарын, и звонокпен біліп отырсаңыз болады. Сіздер наурызға қатыса аласыздар ма? Сұраңыздар, наурызға қатыса аласыздар ма? Наурыз бар ма сіздерде? И соны сіздер өздеріңізге былай список қылып алыңыздар. Мына застройщиктер наурыз бар, за квадратный метр мынанша деген сияқты да. Алдын ала ақпарат жинауларыңыз. Бір сұрақ енді. Инстаграмнан қалай іздеймін? Наурызға, например, наурызға қатысамайтындар ше, мысалы, жасыл ипотекаға өтеді ғой, артында үй болса ше, жасыл ипотекамен Иә. қанша тиімсіз, сол жағын айтып па? Или жасыл ипотекамен алған тиімді ма? Бір вариант, екінші вариант, или биайдан ала саған выгодно ма? Екеуінің пайыздық мөлшерлемесі қаншалықты разницасы? Жасыл Жасыл ипотекаға категориясында жататын болсаңыз, айтыңыз Айгерім ханым, тыңдайық. сол жасыл ипотека үй қарау үшін жаңа инстаграмдан тіркеліп алыңыз дедіңіз ғой, сонда қалай іздейміз инстаграмнан қандай нелерді? Өз қалаңыздағы Групптарды застройщиктарды қарайсыз ғой, қай қаладан алайын деп жатсыз. Мүмкін сіз Қарағандыда тұрасыз, Астанадан алатын болсаңыз, Астананың застройщиктеріне онлайн тіркеліңіз. Телефондарын алыңыз, звондаңыз, Просто біз шамаңыз келсе застройщикті барыңыз. жазсақ болады, иә? Сол жасыл ипотеканы через па? И дәлде пайызы қандай, биайдың өзінен алғанмен екеуінің выгоднасы қайсы выгодно? Жасыл ипотекада определенный өзі, мысалы мен тек Астананы ғана білем, өйткені өзім қалам болған соң, иә. Жасыл ипотекада именно Астанада 11 ЖК бар. Бұл жасыл ипотека өзі Шымкентте қосылды, Астанада қосылды и Алматыда қосылды. Басқа 4-ші қалада мен білуімше әлі қосылған жоқ. Енді ашылған кезінде қосылмаса. Талдықорған қаласында жоқ па не? Жасыл Талдықорғанда- ипотека ол жақта да алуға болады ғой. Менің білуімше только осы 3 қалада бар. Бірінші Да, иә, Шымкентте жасыл қосылды, ипотека одан кейін осы Алматы мен қалада. Астанада. 3 қалада бар. Семей, Талдықорғанда да жасыл ипотека программа бар дейді ғой. Енді ол Алматыдан мысалы, Алматы арқылы алатын болмасаңыз, мен оны білмеймін. Нені Талдықорғанда. Оны өздеріңіз әр қала, өздерінің қалаларында бар, сол қалада қандай бағдарлама бар, өңірлік бағдарламалар болады. Соны біліңіздер, сіздерге просто тапсырма болсын. Әр қаланың өзінің өңірлік бағдарламалары болады. Сұраққа Жасыл ипотекаға именно Астана қаласында ең көп выбор. Алматыда аз, 1-2 ғана ЖК бар дейді. Енді Алматыны мен білмеймін. Но сұрастырғанда 1-2 ғана ЖК бар, и ол шет жақта деді. Шымкентте то же самое 2-3 ғана ЖК бар, Астанада 11 ЖК бар. Именно осы жасыл ипотекамен өтетін. мысалға, мен Шымкентте тұрамын, жасыл ипотекадан өтіп тұрсам, Астанадан алуға құқығым бар, ала аламын ба? Жасыл ипотекадан өтіп тұрсаңыз дегенде 20%-іңіз болса, историяңыз жақсы болса, табысыңызды растай алсаңыз, ала бересіз ғой. Бұл жерде сіз именно биаймен жасыл ипотеканы сұрап жатсыз ғой, проценттерін, иә? Если сіз сосын категориясына жататын болсаңыз, жасыл ипотекада сіз 7%-дан бастап ала аласыз. Ал если жатпайтын болсаңыз 12,5%, бірақ ол қазір жасыл ипотека жақында ашылайын деп жатыр ғой. Ол өсет деген не бар. 12,5-нан годовой ставкасы 13-те қаншаға ма өсет деп жатыр. 12,5 болады и годовой ставка деген болады. Екеуі екі бөлек нәрсе, иә?
сол жоғарылайды. Ал если BI-дан алатын болсаңыз, жасыл ипотекада просто жаңағыдай сертификаты бар ЖК-лар қатыса алады ғой. Шымкентте тем более аз ол, бір 2-3 қана ЖК еді, тағы да қосылмаса. Ал BI-да выбор көп, первоначальный тоже 20%, мына жақта да 20%. Процентный ставкасына келетін болсақ, BI-да 0,1 мен 11-дің арасында, өзінің если бик таңдауға алатын болсаң, 5 жылға, ол кезде бірақ 30% болады первоначальный. А былай басқа, именно BI-дің үйлерін басқа ипотеканың түрімен ала бересіз. Мысалы, Freedom'дікі каскадный 11-ден басталады. Енді, соответственно, ол 3 жылда мынанша болады, 3 жылдан кейін уже өседі 1-2%-ке деген сияқты, 5 жылдан кейін уже ол 18-ге өседі деген сияқты, каскадный өсіп отырады. Или сразу там алтын банкпен, басқа да банктермен алсаңыздар болады, 14,5 болады. Но енді жасыл выгодна болады, бірақ ол жерде таңдау выбор жоқ. И және бірден өтіп кетеді. Шымкенттікін мен білмедім, анық. Оны барып сұрауыңыз керексіз. Онда тағы да баспана маркет арқылы көруге болады ғой, жасыл бағдарламаны. Баспана маркетте, мысалы, ол жақта да жасыл шығады ғой, мысалы, мынандай бағдарлама, қанша квартира шыққанын бәрі көрінеді ғой ол жақта да. Мен жасыл Қалған ипотеканы квартира. баспана маркеттен көрмеппін. Көрмедің ба? Мен только осы звондап білем или барып білем. Осы барып білген, осы 11 ЖК-ның списігі бар, менде Астана қаласы бойынша. Жоқ, әше негізі жасыл ипотека, мысалы, отбасы банк арқылы болғанда, енді жаңа айтып отырсыз ғой, таңдай алмайсың деген. Сонымен айтып отырмын, ойлап отырмын, баспана маркетке кіріп, сол жерде, мысалы, концепция, свой дом деген нелер болады ғой, программа бар, менің программасы жазылып тұр ғой. Сол жерде, мысалы, жасыл ипотека деген программа шыға ма? Ондай көрмегенмін. Ондай шыққаны мен көрмегем. Қанша кіріп отырмын, ондай көрмегем. Просто қалай білеміз дегеніміз ғой. Жасыл ипотеканы білетін, менде телефон номер бар, мен соны жазып жіберейін қазір чатқа, ұмытпай тұрғанда. Содан звондап білсеңіздер болады әр қаланың несін. Дәл қазір жазған номерді жасыл ипотека деп жазып алыңыздар да, содан информация алсаңыздар болады. Жоқ, сұрақ қою мақсатым былай еді да, мен де саудадағы адаммын, ақша бар. Бірақ соны отбасы банкке салып, вознаграждение премия түсірген выгодна ма? Или жасыл ипотека не выгодна болса, басқаша оған салмай қойып, BI-ді ала салған дұрыс десе, салмай қоятын болып тұрмын ғой. Қалай сол не істесе болады деген сұрақ. Сол мақсатта қойылған еді да сұрақ. Енді мен сол сұраққа жауап бердім ғой. Жасылда выбор аз, BI-да выбор көп дедім. Жасыл ипотекада Шымкентте көріңіз дедім. Қандай ЖК-лар жатады екен? Мен қазір номер жіберіп, сол номерден звондап білсеңіз болады. Шымкент қаласы үшін именно қай ЖК-лар жатады? Сіз Шымкент қаласынансыз ғой? Ипотекадан өтіп тұрсам, мен Шымкенттен, тек қана Шымкенттен алмаймын ғой, Астанадан ала берсем боламай ма? Болады. Если Астанадан болатын болса, Астанада 11 ЖК жатады, бірақ бұл жерде мынандай нәрсе бар. 7-20-25 қол жетімді ма? Менде Лимит күтесіз. Астанада үй бар. Бұл жерде де үйлер қалмайды жасыл ипотекада. Алыңыз, қатысыңыз, бірақ сіз күтесіз. Выгодна болады, бірақ қалмайды. Мысалы, Астанадан алам деп отырса, Астанада мысалы Сатынестің үйлері ЖК Республика жатады жасыл ипотекаға. Бірақ сен өлдім оны ала алмайсың да, мен неше рет болды уже ұстай алмаймын оны. Даже менде Сатынесте адамым болса да, мен жаңағы жасыл ипотеканы ұстай алмай қойдым уже. Январдан бері ізінде жүрмін, әлі 2 рет па ашылды, екеуінде де ұстай алған жоқпын. Әлі келе жатырмыз да, уже жылдың соңына келді, үйлер қымбаттады. Ал сол кезде январда біз BI-дан үй алғанда, например, сіз BI-мен салыстырған түрде айтып жатсыз ғой, сол кезде BI-дан үй алғанда, осы уақытта ол үй уже қанша есеге өсті. Өйткені біз ноябрь айында мен подругама 21 миллионға 58 квадрат BI-дан үй алдық, а қазір именно сол ЖК-дан қараса 40 миллион мен 50 миллионның арасында тұр үйлер. И қараңыз енді қайсысы выгодно. Просто әр адамның өзінің выгодно деген бір шектеуі болады да, мынау маған выгодно деген. Әр адамның өз көз қарасымен. Мен сізге миыңызға салып бере алмаймын. Зере ханым, мынау сізге выгодно, мынаны алыңыз деп та. Сіз саралап көріңіз, қайсы сізге ұнайды, қайсысы выгодно екен, қай жағынан ұтады екенсіз. Жасыл ипотеканың үйлері Астанада мысалы не бар, Бақстан бар.
Шар құрылыс несі застройщик ЖК Бағыстан. Ол шетте орналасқан. Например, ол жаққа ешкім барғысы келмейді. Бірақ сол өтеді. И және ол жаңағыдай модекспен құралады. Мынандай құрап қоятын ше, қазір комфорт лайф бар ғой, BI-да құрылып жатқан. Енді мен ананың несін енді айта алмаймын качествосын. Мен өзім көзіммен барып көрдім, мен оны предлагать та етпеймін. Жасыл ипотекаға базы жоқ, өтеді ол. Мен оны предлагать етпеймін. Мына өтеді екен ғой десе, ұнай ма сізге? Білесіз ба бұның қай жақта қалай екенін? Білемін, мен сол жерде тұрамын дейтін адамдарға ғана айтамын да, иә деп. Ал өз аузымнан шығарып мен именно оны предлагать етпеймін. Маған лишь бы үй сатсам болды деген не емес та. Ол адам ертең барып алып, үйіне кіріп алып, маған мынандай үйді айтты деп, мен ондайды не хочу. Ол менің өзімнің мнением. Сол сияқты сіз екеуін екі жақтан осылай салсаңыз болады менің сөзіммен. Қайсысы выгодно екен? Меніңше BI выгодно. Ол менің ойым. Чем жасылға қарағанда? Жасылда процент базы жоқ, выгодно. Если сіз сусынға жатсаңыз. А так 12 жарымнан басталады. Былай қарасам, BI групптанда да и жасыл ипотека арқылы алсам да екеуі почти пайыздар бірдей ғой. BI групптың да үйлері болады, жасыл ипотека именно Астана қаласы бойынша Жетісу, Ақсу, Гринлайн жатады, бірақ оған доп залог керек болады. Доп залог. Және ол үйлерден, ол ЖК-лардан уже жоқ. Квартира жоқ. Поэтому BI групптан алған дұрыс қой деймін. Өте қиын ғой. Сусын категориялары екінші деңгейлі банктарға жата ма, негізі бола ма ондай выгодно нелері? Кімнің? Екінші деңгейлі банктар, мысалы БЦК, Freedom Bank, оларға сусын категориялар қарай ма, қарамай ма үйдің? Төлеген кезде ше? Қарамайды. Олардың шарттары бірдей. Менде мысалы неде депозитімде 700 мың вознаграждение бар да, ал жиналған ақшам 3 миллион 200 мыңдай ғой. Енді мен солмен BI-дан ала берсем ба, жоқ, или наурыз жаңа бағдарламаларға қатыссам ба, соны кішкене маған көмек беріп Қанша жібересіз дейсіз? Не вознаграждениеңіз? 700 мыңнан асады вознаграждение. Еще сусын категорияға жатам. Сусын категорияға жатам, 4 балалы анамын. 700 мың емес шығар, қателесіп шығарсың. 700 мың деп тұр вознаграждение. Дұрыс болуы мүмкін Неде ғой. баспана маркетқа кірсем, солай жазылып тұр. Дұрыс, сондай болады. 3 миллионға 700 мыңдай болады вознаграждение. 700 мың вознаграждение деген көп. Айтсам ол кісіге. Сол қалай Динара ханым, қандай сіз ба сөйлеп жатсақ? тиімді жолдармен алсам болады. Миуа ханымын сөйлеп. Миуа ханым. Қараңыз, мен айтар едім, если сіздің вознаграждениеңіз жетіп тұрса, 3 миллион ақшаңыз болса, наурызға қатысып көріңіз деп айтар едім. Наурызға қатысып көріңіз. Аз-ақ уақыт Наурыз қалды, бағдарламасы- наурызға ондай қатты көп күтпейсіз. Наурыз бағдарламасына қатысып көріңіз. Бірақ оған табысыңызды көріңіз есептеп, қалай болады, жете ма, жетпей ме, жетпейтін болса, қазірден бастап дайындалыңыз. Өле ханым, анық 700 мың вознаграждениесі болса, 50-50-ге дейді. Спокойно одобрение беріп тұрған жоқ. Енді бұл кісіде 50-ге деген несі жоқ қой, 3 миллионым бар деп тұр ғой. 3 миллионым бар деп тұр. Первоначалкасы жетпейді ғой. Наурызда да по-любому 20% құю керек болса, ар шетінде. Наурызға да 20% керек па негізі? С ремонтом алсаңыз 10% керек. С ремонтом. Үйді, е? Иә. Наурыз бағдарламасы мысалы BI-ға жата бере ма? Мен өзім негізі BI-дан үй қарастырып жүредім ғой. Наурыз бағдарламасына BI-ға қайсы ЖК-сы Алматыдан білмедім. Баспана маркеттен қарау керек. Баспана маркетке кіресіз, отбасы банкте, сол жерде қандай застройщиктер бар, барлығы тұрады. Бәрін ішіне қарап көрсеңіз болады. Кіреді, бірақ определенный бір ЖК-лар ғана кіреді. Определенный бір ЖК-лар, барлығы кірмейді. Комфорт класстары сәл нелері, простойлау кіреді, по-моему. Определенный бір ЖК-лары кіреді. Наурыз бағдарламасын күтіп қаламыз ба? Мен бағдарламаға қатысам. Мен ойлағам ғой BI-дан барып, может, котлованнан көрсем ба деп. Олай бола ма? Болады олайда. Бірақ застройщиктарға звондадым, мен айтады да, бір застройщик айтады, екі неге тастаған ғой BI-дің, біреуі жаңа Турсибский район, біреуі бер жақтағы Наурызбаевский районда. Олар айтады котлованнан
10% бар дейді да, первоначальный взнос 10% дейді. А басқа енді 3-4 номерға звондадым, олар жоқ 20%-тен басталады дейді. Енді менің жиналған суммам 10% қана болып тұр да. Ол жерде 10% ДДУ шыққанша 10%, ДДУ шыққаннан қайтадан 10% салғызады сізге. Иә, BI-да да солай ғой. Бәрібір 6 миллиондай жинау керек, үй бере қояды деп айта алмаймын. Қанша бардық қой BI-ға биылға. Ол 10% беріп, менде 4 миллион, 3 миллион ақша бар, маған үй бер десең бермейді екен. 4 миллион, 3 миллион сол 20% болатындай ғана үй алыңыз да. Сіз Зере ханым 20 миллионның үйін алыңыз, 4 миллион болады первоначальный. И сіз ол котлован кезінде алсаңыз, ол пока ДДУ шығып кілті берілем дегенше, ол спокойно 30 миллионнан асады. Ол уже гарантия ғой BI-дікі. 30%-ның қиясын деді ғой маған. ДДУ, мысалы, олар айтыпты ғой, 30% бұл бек таңдауға. ДДУ деген сол күзге таман болады деп тұр да, ол деген берілетін уақыт қой, е? ДДУ деген. Документ шығатын уақыт, берілетін уақыт емес. Бір Документі жылдай шығатын болып уақыт. қалады, е? Ау? Паспорты дайын Бір болады. жылдай кетеді ғой, мысалы, е, оған. Залог тұрады ғой, залог. Не кетеді дейсіз? Бір жыл уақыт кетеді ғой, мысалы, мен заранее барып котлованнан 10% құйсам, ДДУ шыққанда сіз тағы 10% құясыз деп тұрсыз ғой. Соған аралары қанша, бір жыл ма? Ол әр ЖК-нікі индивидуальны болады. Смотря сіз қай ЖК, қай очередте таңдайсыз. Мысалы, бір ЖК бір не болады, Space алайықшы. Space бірінші очередь болады, мысалы, екінші очередь болады, Space плюс болады. Хотя бәрі бір ЖК болғанмен, ол бірінші, екінші, үшінші очередтер болады. Оның берілетін уақыты да, ДДУ шығатын уақыты да әртүрлі болады. Мысалы, бір Space алатын болсақ, Space плюс енді салынады, бірақ оның ДДУ шықпаған. Мысалы, Space-тің әлі ДДУ шықпаған деген сияқты да. Ол әр ЖК-нікі определенный болады, өзінің даталары болады, шығады дейтін. Бұл BI-ді сұрап жатыр ғой. Олихан только BI-ді сұрап жатыр ғой. Иә, сол BI-дан айтып жатырмын ғой менде. Менде сол BI-дан айтып жатырмын. BI бүйтіп айтты, біздің қолымызда 12 миллион бар тұғын. Бірақтан сол 12 миллионның өзін берем, маған үй бер дегенге берген жоқ қой. Олар кәдімгі залогқа үй сұрады. Жоқ, 20 болсаңыз, төлейтін болсаңыз залог сұрамайды. Жоқ, залог Алтын банкпен қазір одобрение. Ол техпаспорты дайын емес, котлован емес, почти соғылып жартысына келген үй ғой енді. Оған техпаспорты әлі шықпаған, залогқа үй сұрады. Бізде қалада 2 квартира береді, ана баяғының квартирасы Шымкентке. Ол залогқа алынбайды, ол ескі үйлер деп. Сонымен залогқа қоятын үй болмаған екен, біз уже басқа ЖК-дан алдық. Басқа ЖК, қандай ЖК ол? Батсудан алдық қой, жақында май айында алдық Батсудан, 50-50 мен. Негізі мына жақта Сенсата деген, ана Римис дегендерден алған қыздар бар ма ЖК-ларда? Сенсатадан қазір бағдарлама шығып жатыр. Қандай деді, атын ұмытып қалдым. Соған мен бағым кеп отыр. Аха, Сенсатада шығып жатыр. Тоже бик таңдау сияқты түсінгенім бойынша. Но барып информация аламын Сенсатадан. Так, қандай деді? Жаңа ипотекалық. Сенсатаға барып қайтқан болатынбыз. Сенсатада бұлай жасады. Ау. Бастау деген екен. Бастау, сосын тағы бір нәрсе ашылып жатыр Сенсатадан. Бик таңдау сияқты. Енді бізге бұлай түсіндіргені бұлай болды. Сенсатаға бардық, бүйдеді бізге. Егер де сіз жәнегі 70% құйсаңыз, определенный өзінің скидкалары бар екен. Үйдің бағасынан түседі. 50% құйсаңыз, сосын 30% құйсаңыз, одан кейін айттық біз 30%-ның ар жағын нет аламыз ба деп. Ипотекаға жасай аламыз ба деген кезде, жасай аласыңдар деген сияқты алдырып айтты бізге. Жасай аласың. Мен тағы да соны бар ғой, уточнить етіп. Нем бар ғой, және түсіріп алдым ғой, қағаздарын шығартып қызбағам сразу. Примерно мына үйге мына қанша болады екен деп. Соларды қазір суретке түсіріп жіберем мына ортаға. Қанша пайыз скидка беріледі, солардың барлығын сол жерде жазылған. Соны жіберем қазір ортаға салам, бөлсем сіздермен. Бірақ жасауға болатын сияқты болды. Бірақ енді Сенсата керемет. Сенсатаның үйлері күшті, иә. Сіз Алматы қаласыз ба, Меруерт тәте?
Алакөл ауданы. Жоқ, Алматы қаласы емес, Жетісу облысы Алакөл ауданынанмын. Учарал жакта ғой. Сен сатада Учарал, иә. Бірақ 30 барлығы жата пайызын беретін шығар бересің. Мгм. Fakat несі шыққанша, документі шыққанша ештеңе төлемейсің. Сол документі шыққаннан кейін негізі біраз в основном застройщиктерде солай. Документі шыққаннан кейін барып қана, биайда да солай ғой, уже ары қарай ипотекаға оформить етсең болады. Или жаңағыдай внутренний сен сатада да бар, рассрочкаға алу бар ол жерде де. Бірақ оны кішкене басқашалау, соны енді нақтылап барып сұрап алу Иә, керек. бар. Бұл сен сатада дайын үйлер бар ма? Ана биайда Жоқ, дайын үйлер қымбат қой жаным, оны қайтесің. Неден алғаның жақсы емес пе? келмейтін. Вторичкадан Сен сата- алған Саттан жақсы. бағалары бір ма? Сен сатта кішкене арзандау, иә? Негізі Алматы бойынша Қазақстрой арзан дейді. Сен сата қымбат, Қымбат, качествосы өте жақсы. керемет үйлер ғой Одан сен кейін сата. ол сен тұрғанына да байланысты қымбат екен. Мысалы, Айқадан деген жер мүлдем қымбат екен. Енді анау керемет екен да оныкі. Райондарға байланысты да ол жерде де. Астана арзан. Сен Иә, сен садаға өткенде мен де бір барып көргем, өте қымбат. Сен сата, Астана, Алматы, бастамнан өте керемет үйлер ғой бірақ. Иә, Астананың керемет. Алматының рыногы мен Астананың рыногын не сравнить, кішкене Астанада сәл бағасы чуть-чуть болса да уступать етеді, төмен біздікіне қарағанда. Но Алматы ұрып тұр, бағасы ұшып тұр. Но стоящий. Ал дайын үй алам десек, шашымыз жетпейтін не ғой, турасы ғой. Мен лучше сол 5-6 ай күтіп, 5-6 айдан кейін Иә. бітетін үй алған тиімді болып тұр ғой. Немесе Конечно. ешқандай бағдарламаға жатпайтын болсаңыз, дайын уже. Да, то же самое, вот сен сатаның үйін ремонтымен, котлован кезінде алып, ремонттап сатып атқан, мысалы, инвесторлар болады, иә? Флипперлер болады. Олар арзанырақ болады, чем застройщиктен алғанға қарағанда да. Иә. Если ешқандай бағдарламаға жатпай, былай, кәдімгі ипотекамен или наличкаға алатын болсаңыздар, солай алсаңыздар да болады. Салыстыру керек қой барлық жерде. Жас отбасы болса, жаңағы отбасы банктен қандай программаға кіруге болады? Отдельный жас деген жоқ қой. Жас отбасы деген бар ма? Жастар Ипотека. деген бір программа бар емес па? Жастар ма? жоқ, 35 жасқа мен бір дейін. жерден Сондай бар, Жас Алматы ипотека. жастары, өңірлік программалар. Өңірлік Алматы жастары бар. иә. жастары деген бар. Пропискасы Алматыда болады ғой? Жоқ, әр барлық өңірге қатысты жылына бір рет болатын өңірлік программалар бар. Сіздің мысалы Тараз болса Әулиеата жастары, Жетісу жастары, Қарағанды жастары бар ондай. Өңірлік программалар бар. 35 жасқа дейінгі. Еңірек апай, мен бір жерден оқып қалдым осы жас отбасыларға арналған бір бағдарлама әзірленіп жатыр дегенді. Мынадан Ол бөлек па? жерде жәнегі жасына қарап, отбасын құрған күніне, несіне қарайды, жылына қарайды. 3 жылдан ба, 5 жылдан 5 жылға дейін ғой дейме? 5 жылға 5 жылға дейін. дейін, аха. Иә. Жас отбасы бар ғой ол деген. Отбасы банкте бар ма ол? Оны білмедім, ол әлі бекітілді ма, бекітілген. Ал мынау Қай банк? Жоқ, өңірлік программалар бар точно мынау. Бірақ ол шығатын ол енді кезде, ана жастарына байланысты. иә, жастарына байланысты 35 жасқа дейін мынау өңірлік программа бар, бірақ бұған бұл жерде жаңағы өзінің жергілікті облакиматтан неден ақша бөлінеді, соған қатысты ғана жаңағы жариялайды конкурсты. Иә. Жалғыз банктен емес, бұл жаңағы Алматы облысының, Алматының жаңағы өзінің әкімшіліктен бөлінген қаржыға байланысты. Қаржы кетсе, сол кезде ғана бұл конкурс жарияланады. Қаржы жоқ болса, конкурс жарияланбайды. Ол жалғыз банктен емес, бұл двухсторонний не ғой, акиматтан бөлінеді и банк. Солай ғой. Жаңағы жастардың программасы 35 жасқа дейін өңірлік программа. Например, скоро ашылатын қамқор бағдарламасы бар. 6% алынатын. Именно там мұғалім, дәрігер, журналист, өнер адамдарына арналған, госслужащийларға арналған Шымкенттің бағдарламасы бар. Өте жақсы бағдарлама. Қамқор. Сол сияқты әр өңірде болады ғой. Өңірлік программалар.
Үшінші зумның егер де бітуіне оны уже 9 минут қалды. Нақты сұрақтарыңыз болса, бетпе-бет қоям деген қойып алсаңыздар. Одан кейін бүгінгі зум қалай өтті, бөлісе кетсеңіздер, кемшіліктері болса деген сияқты. бір сұрақ қоя салайыншы, қамқор бағдарламасының қатысу шарттары қандай? Мен қайынсіңлілім медсестра акушер болып жұмыс істейді да. 3,5 миллиондай депозитінде бар, 3,5 миллион бар да. Бірақ наурызға уже қанша рет қатысты, өтпейді. Вознаграждение бар да ішінде. Бірақ историясы неде? Баяғыда кредит алып төлемеген екен, соны енді жауапты баяғыда тұрмысқа шыққан кезінде. Черныйда болғанда, ол коллекторскийге өтіп кеткен, сол коллекторский енді қағазын алып жатыр екен. Енді ол қамқорға қатыса ала ма, ол қай жолмен ала алады? Сол жағынан. Қайынсіңлілімнің мәселесін не қылуым соған, қай жөнде үй алуға болады деген сияқты сұрақ. То есть историясы бұзылған ғой ол кісінің. Иә. историясын түсіндіру керек 6 ай. Бірінші очередь история жөндеу керек қой. Отбасы банкке білесіздер, 6 айдың историясы, соңғы 6 айдың историясы таза болу керек. История жөндеушісі рет алыпты, қазір енді история жөнде депті да банк. Рет беріпті, ретті енді 20-50 мыңға мазат алып, соны жауға төлеп жатыр екен. Солай 6 ай жұмыс жасай ма? Иә, 6 айға бір жерден кредит алу керек. Иә. Жаңағыдай рассрочкаланып, уақытысында жауап. Иә, сондай бірден күту керек қой оны 6 айын жөндеу үшін. История ғой бұл жерде сіздің айтып отырғаныңыз. История дұрысталу керек. История дұрысталмай, қандай бағдарламалардың 10 бағдарламаға жатса да ол өтпейді одан, история дұрысталмай. Айлығы 160 мың екен да айлығы. Оған по-любому қосымша табыс көрсету керек ба? Сол 6 айдың ішінде может соны істеу керек болса? Зере-ханым бұл жерде по факту көрсетіңізші. Чатқа жіберіңіз, міне мынау историясы, мынау пенсионные, мынандай кредиті бар деген сияқты по факту. Ол жерде мынандай деген жерден ол келмейді. Өткізіп, сізге личкаға жіберсем бола ма? Жіберіңіз, қарап тексеріп беремін. Гүлия ханым, бір сұрақ. Гүлия ханым, жаңа БЦК банктен жаңағы 5-5, 6-5 енді әлі бекітілген жоқ қой? Жоқ, әлі бекітілген жоқ. Әлі қаралу үстінде, осы күзге қарай бекітіп қалады деп жатыр. Бекітілген жоқ. Себебі менің де бір клиентім, именно әйелінің де, күйеуінің де историясы бұзылған вообще. Күйеуінде әлі до сих пор төленбеген қарызы бар. Солардың қолында первоначальный 15 миллион ұстап тұр, өзі отырған несін сатып жіберген ғой. Пока уақытша мамасының ба, әйтеуір енесінің ба біреудің үйінде отыра тұрамыз дейді. Мен айттым, отыра алатын жағдайың болса, 5-6 ай отырып, бірақ отырған кезде қарап отырмай, өзіңнің бауырларының ішінен бір адам тап дедім кеше ғана жақында. Сол бір адамды жаңа историясы дұрыс, кредитный историясы өтетіндей етіп, соның несі бар, несі жоғын бірінші тауып келсейін дейді бір адаммен. Оформиться. Сол кісі. Енді өздерінен түк не болмай тұр да, бәрібір ешқандай үміт болмай тұр да, күйеуінің төленбеген несі бар, оны жақын арада төленбейді деді, ерексіп жүр деді әйтеуір. Ал бірақ келіншек тез арада алғысы келіп, сол бір адам табады, тапқаннан кейін мен осы мынау БЦК банкты не қыла аламыз ба, или жоқ па, тез бітіретін жағын ойлап беріңізші деп жатыр да менің клиентім. Сол қашан арада 15 миллионы бар, и ол кісілер 30 миллионның кейін алғысы келеді, иә? Иә, жер там еще. Сол мен айттым, жер тамнан көріп, не қылмайсың ба, тезірек болатын деп, кішкене кеше турасын айтып едім, ойланып қалды да, мен бірінші үй адамын тауып алайын деді, бауырлар жағынан. Кім келсет, соны іздеп жатыр. Мен ана желательно, чем жер үйге қарағанда, ертең күні жженый кирпич по силикатный ма, басқа үй тауып ала ма дегенім ғой, сол жағынан уақыт кетіп, созылып кетіп, тағы да анау адамы да тез болмаса, тез бітетін жағын депті бір бауырын айтса. Ну, чтоб жүре алмаймын долго деген ғой. Соны БЦК банк, если бекітілмесе, басқа қайсысына ыңғайлайын деп жатырмын да, историясы бір керемет болмаса да, төлеп отқан кредиттер бар, барлық бауырымның деді. Но таза адамды постарайся табуға деп анық айттым. Ол 15 миллионды қолында ұстап отыр,
Иә, ұстап отыр. Тез арада алу керек. Иә. Бұрынғы тұрып жатқан несін сатып жіберген ғой, тар деп. Енді БЦК-ға келетін болсақ, ол күзге қарай ашылады деп отыр. Күз дегеніміз ол сентябрь, октябрь, иә, ноябрь, арысы ноябрь деп айтты енді. Сентябрь мен ноябрьдің аралығында. Ал оған дейін уже қанша уақыт бар? Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, 4 ай бар. Оған дейін 15 миллион жай жатуына да жалқы ғой. Мүмкін Конечно. отбасы банкке салған жақсы ма еді? Алатын адамға уступка жасай қоятын да кейіннен. Алатын адамға ма? Иә. Оны үйтіп айтайын, ол адам таппай қалам, үйтіп те айтты мен уже. Бір күн болса да отбасыға салайық, не қылып, жаңа жинап алатындай өзің бауырларың ғой деп 2-3 адамға депші, енді несколько адамға шама келгенше оны түсіндірсем, одан как-то қорқақтап тұр, мен бәріне сене бермеймін деп. Мен де кішкене қорқақтап тұр, смело емес та. Себебі ертең жинай алмай қалам ба, келмей қалам ма деп сөйтіп жатыр. Мен айттым, үйтетін болсам қажет жоқ дедім. Екеуінің де историясы таза болмай тұр ғой. Емес, быт-шыт. Ужасный. Енді онда сол күтпейтін болса, вторичный банк даже 11% жаңағы 5-те-5 ашылмай қалған күннің өзінде вторичныймен көре берсін. 50%. Иә, сол күтпей басқа адамның атынан. Гүлі ханым, оған банктер қатты негімізге қарайды ғой историямызға. Ол өткізе ма? Одан қарағанда отбасы банк қой, жақсы. Иә, оны күтпеймін деп тұр ғой. Бұл кісі күте алмайды тұр ғой. Еще тапқан адамны тез-тез туысқаны ма, бауыры ма, әйтеуір біреуге не қылып, тез-тез оформить етіп, үйлі болып тыныш ұйықтағысы келіп тұр ғой, одним словом. Жаңа алдында айтып кеткенімде ғой, барлық адамға бірдей отбасын айта алмайсың деп. Вот именно, дұрыс Гүле ханым. Отбасын оны біз түсінгеннен тиімді жағын былай айтқанмен, ол даже мен жаңағы 15 миллионды өстіп, қаншама бауырың бар, нең бар, өзің бала шағаң бар, екеу ма, сондай баласы бар, соларға шашып, не қылайық, бір-біріне қосамыз десе, оны даже былай да түсіндірдім, былай не қыламай тұр, қабылдай алмай тұр. Кейін жинай алмай қалам дейді. Мақұл, өзін бала шағасынан жинайды, ана бауырларына сенбей тұр. Прямо сөйтіп тұр. Иә, енді қатты сенбей тұрса, оған қажеті жоқ деп ойлаймын, уговорить еткен. Өздігімен нетіп тұрса, онда бауырлардың біреуіне екінші деңгейлі банкте ұсыныңыз. Барлық адам отбасы банктен ала бермейді. Квартираны да алуы мүмкін, соңғы болашақта тағы да мен атымда алынды, мен атым тұрды, мен өзім төледім дегендей сияқты. Ол үйден де айырылып қалуы мүмкін, если вдруг аяқ асты болады ғой, әртүрлі жағдайлар мысалы. Көрдіңіз, ол кезде де үйсіз де қалуы мүмкін. Ал Гүлі ханым, бір айтып жіберейін мен. Все, 1 минут қалды, тез айтыңыздар. Көп рахмет, Гүлі ханым. Бүгін күшті маған бір мотивация бердіңіз. Қазір енді ұйықтамай, тұрмай, жатпай соны зерттеймді. Сіздермен міндетті түрде бөлісемін. Өйткені арамызда әскери қызметкерлердің де әйелдер отыр екен. Жалпы енді клиентпен жұмыс жасайтын болсақ та, ең бірінші бізге келетін әскери қызметкерлер ғой, ұялайық деп. Өйткені оларға жыл выплата түсатынан кейін сонда пайдалы қалуға не. Сондықтан көп рахмет. Бүгін күшті бір идея тастадыңыз. Қазір соны ары қарай қорытып, міндетті түрде бөлсем. Гүлі ханым болсам, қуаныштымын. Айта беріңіз. Сұрағымыз болса, қай чатқа жазғаныңыз дұрыс, чтоб сізде де ыңғайлы болсын деп жатырмын да, Гүлі ханым. Чатқа жаза беріңіздер, чатта жауап бере беремін. Общий чатқа ма или жеке чат? Общий чатқа жаза беріңіздер, басқаларға да сабақ болатындай. Общий чатқа жаза беріңіздер.